достар, сіздермен бірге мен Мадияр Пернебой және де Шина. Достар, бүгін бізде сіздердің сүйіп көрген контенттеріңіз. Бүгін біз 24 сағат бойы пицца жейтін боламыз. Иә, салмақты өзгерісті байқайтын боламыз. Сол себептен достар, сіздер экраннан жақсы жайғасып алыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Жабайы құрметті көрермен, соңғы рет біз донер жедік. Донер болып, халыққа өтіп толған контентіміз таңертең кешке дейін донер жедік. Негізі бұндай контентті алдыңғы жыл түсіргенбіз, чисто фастфудпен көрдік. Бұл жолғы екінші сезонда бізде әртүрлі тамақтар, донер болды, енді пицца кезекке отыр екен. Қазір алдымен достар салмақты өлшеп алайық. Полный завтрак, обед, ужинді пицца жей білгеннен кейін салмаққа қаншалықты өзгеріс болады. Яғни айтқанда таңертең бір рет өлшейміз да, и кештің соңында тағы бір рет өлшеп салыстыратын боламыз. Олай достар, не тұрыз? Көп сөйлеп көпіртпей, біз видеомызды бастаймыз. Ал достар, мінекей әдеттегідей біз қазір Шина бауырымыздың үйінден салмақты өлшеп алатын боламыз. Олай достар, мінекей таразыға шық, көріп алайық. Қазір қалай өлшедің? Кешке де солай өлшедіңіз ғой? Қалтада адым жоқ. Ал кетті. Шина бауырымыздың салмағы достар бізде 109 жазып ал. Қазір енді пиццалар жеп болған кейін салмаққа қаншалықты әсер ететінін көрейік. Жазып алайық сразу. Мадиярменен қайда енді аз деп ойлаймын, көрейікші ал. Қалтада дым жоқ, сотка, сағат, браслет пустой көрші қараңдар. Дәл осылай шығамыз. Бізде 90 бүгін 87-ге түскен. Киім-пиіммен бұл 89 дейікші. Что-то қайта 2 килограмм қосып саттым мен. Короче, менікі 90, Чинанікі 109. Арамыз 19 килограмм екен ғой. Бағандай. Ровно ғой. Алғашқы салмағымыз, салмағымыз белгілі болды. Енді таңғы завтракқа барайық. Бізде уже қазір ғана ұйқыдан тұрғанбыз. Көздер ісініп тұр, байқаған шығарсыздар. Все, олай болса, бүгін нағыз итальянский күн бойын деп тұр ғой, примерно. Кеттік. Достар, видео басталмаса, мен сіздерге кішігірім жаңалық айтқым келіп тұр. Қазір таңда білесіздер, 21 ғасырда ақша табудың түр-түрі бар. Даже қазір таңда далаға шығудың, көшеге бір жерге барып келудің дым қажет жоқ. Қолыңызда тек қана телефон болса жеткілікті. Дәл осы құрылғының көмегімен сіздер үйден шықпай-ақ ақша тапсаңыздар болады. Соның бір достар, бүгін мен сіздерге трейдинг жайлы айтқым келіп отыр. Қазір таңда трейдингте даже сіздің опытыңыз болмаса да ақша табуға болады. Яғни айтқанда мықты опытный профессионалдардың арқасынан сигналдарды қайталап, солардың айтқандарын істеп отырсаңыздар болғаны. Солардың құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерге Лера трейдерді соңым келіп тұр. Лера өзінің көп жылдық опытымен қазір таңда нағыз трейдерлерге арнап керемет орта құрастырды. Яғни айтқанда өзінің телеграм каналы бар, сонда кіріп, Лераның айтқан сигналдарын қайталап отырсаңыздар болды, сізде сол экспертпен бірге ақша таба аласыз. Ең бастысы, бұл сигналдың барлығы тегін. Сондықтан тез төмендегі бекітілген комментарияда және де описанияда сілтемеге өтіңіздер. Лера трейдермен бірге сіз де байыңыз. Алтай достар, мінекей таңғы ас ішуге біз қайда келдік? Додо пицца келдік. Достар, енді бүгінгі күнді пиццаның патологымен бастайықшы. Білесіздер ғой, Додо деген чисто пиццаның атасы. Сол жаққа келдік, таңғы ас сол жақта, тем более свежий, ыстығынан көз алдына сәп береді кәдімгідей ше. Ұйқыдан тұра салып енді Додо деп келдік. Алмастар, бізге пицца керек. Қандай пицца қалайсыздар? Завтрак деген пиццалар жоқ па сіздерде? Өзіңіз қандайын предлагать ете аласыз? Сіздерге Орио немесе Додо микс ұсынамын. Осы екі пиццаны бізде көбінесе Додо ма? Иә, Додо микс. Микс екен ішінде әртүрлі. Карбонара, сырная және ветчина сыр бар. Осы Додо миксіңізді беріңізші. Завтрак қатты тойып алу керек емес, бір пицца жететін жүрек бізге. Пицца жетеді, потому что ішіне еще андай разнообразие болады. 8-ге бөліп бересіздер ғой, Я 8-ге бөлінеді. Все, хорошо. Не қылдың досым? Пепси емес, осыны ішеміз ау. Азам, мұздай ауыр емес па? Жақсы ғой завтрак. В общем, завтрағымыз 6290 теңге болды. Біздің пиццаны қалай істеп отқан көріп тұруға болады екен, типа открытие кухняда, короче. Өйстіп қарап тұрсаңыздар болады. Камерда қалай жаяды, осы бәрін көресіздер ғой. Екінші қабатқа отырамыз. Ешкім жоқ, қараңыздаршы. Тап-таза. Азам мен адамдар пицца жемейді ғой деймін. Еще де сондай жерде телевизор бар екен. Біздікі әзірленуде. В работе, Мадияр. 27-ші заказ екен бүгінгі күннің. Мына жерде жазып қойыпты да, если вам не трудно, уберите за собой деп. Типа енді самообслуживание емес, бірақ қолымнан келсем мен мусорға тұрып, жегенімді үш стай салып деп тұр. И за обслуживание ақша алады да? Или алмай ма? Алмайды. Оны жақсы екен. Айтайын ба, за обслуживание қай кезде алады? Мысалы сен үйде отырасың ғой, меню алып келеді, менюмен официант қабылдаса, сол кезде ғана за обслуживание алады. О, біздікі дайын. 27. Алтай достар, пиццамыз келді. Міне пиццаның төресі деп ойлаймын, тамыра. Да? Қараш, маған ең ұнап атқаны бұл жерде иісі ғой. Айбай, иісі әкетіп отыр мен. Мына қараңыздар, мынандай түрі бар, мынандай көр, 4 түрлі ғой. Бірақ қылдай ортасынан бөліпті. Каждыйынан бір-біреуден жейсің ғой, мынадан біреу. Иә. Бисмилля достар, таңғы асымыз пиццамен басталып отыр. Басқа артық нәрсе жеуге болмайды. 24 сағат тек пицца жеуіміз керек қой, короче. Мынау не енді, бұл қандай түрі? Колбасадан ба мұнда? Так, оның екіншісі міне мынау. Значит, мен мынаны жеймін, Досым, ас болсын.
Сен тісте сұрасың, мен Колбаса. А не да? Маргарита ме да? Пепперони ма? Сол кен шатыстыра береміз же. Бірақ колбасалардың цветі андай көрінбейді екен, А, шын екен. Варионный ғой, по-моему. Жақсы, свежий, ыстық. Сіздер де бізге видеоға қарап пицца жегілеріңіз келіп отыр ма? Сіздердің көздеріңізді қыздыру мақсатында емес. Енді біздің просто 24 сағаттық челлендж болған кейін осылай жеп жатқан жайымыз бар. Ас болсын деп қойыңыздар. Қалай екен Мош? Жақсы. Андай тәтті емес. Шынымен, қант жоқ ма да почти? Тек вишня мен суды қайнатқан жақта да, настоящий тәттілігі өзінің. О, жақсы екен. Көр жерлерде тәтті болып кетеді, слишком. Олмай, мынау зор болып тұр. Так, короче, екеуміз пепперониді бітірдік. Енді мына жасылды жейік қара. Необычный екен же на пицца. Бұл негізі осы ешқандай жарнама емес, бірақ пиццаның атасы примерно Додо ғой негізі. Бағаларына көз тұрсаң, қымбат, өйткені бұған деген сұраныс өте жоғары да. Баяғыдан келеді қымбат. Мына жасыл не екен мынау? Көрейікші аз Кем білістеш? Васаби сияқты зат емес па, ащы. Мияқтан ол? Жалбыз алып кәдің ауылда өсетін. Жалбыз бен самсас дейді ғой білесің ба? Жалбыз бен самса, болмаса мантас дейді ауылда. Сондай дәм ғой. Бірақ дәмі приятный екен достар. Сырының өзі басқаша да. Обычно пиццаларда сырттары сыр көрініп тұрады ғой. Мынада аппақ қой көрші. Жоқ, ішінде андай да қарсы толып тұр да. Көп жерде бүйтіп арасына тісте салады, помидор анау. Ондай пиццалар өтпейді, мынау енді зор пицца екен. Ал мынау енді помидоры да бар, колбасасы да бар. Маргарита пепперони. Пияз да бар екен. Пияз да бар екен. Короче, 2 в 1 екен ғой. Мынадан көрейік ал. Қалай екен? Необычный дәмі. Алдыңғылардың дәмімен араласып кетіп жатыр да. Бұл енді как обычный пицца сияқты екен ше. Өзіміз жеп жүрген күнделікті. Кәдімгі өзіміз көрейікші. Шөптің дәмі бар, беттерін жақтап қарайтын болсаңда шөп бар екен ғой. Маған ең қатты ұнап жатқан тестосын алып отыр ше. Әлем кетіп отыр. Жұмсақ свежий отыр да, ыстық ше. Жегенге де зор екен. Ал мына соңғысы енді обычный сияқты, просто нан мен сыр сияқты да. Басқа артық ештеңе жоқ, классикалық короче. Обычный сырный, я? Хачапури сияқты андай үшін, нанға сыр етіп бере салған сияқты. Кәдімгі сыр мен нан ғой. Бірақ сырында нанында дәм бөлек. Нанның құрамының өзінің бір дәмі бар. Мен по-любому Додо деген аты бар ғой, бұларда обычный нан болмау керек қой. Ерекше болу керек қой по-любому. О, пиццасын жеп болдық, дым қалмады. Жаңа айтқандай жинап кете салайық енді досым енді. Қатысып кетпесін былай бүйтіп. Оқыдық, айттық, оқырмандарға көрсеттік. Просто бүйтіп төңкердің да, платносыңды бүйтіп қойып кете салдың болды. Ал достар, таңғы асымызды ішіп болдық. Енді обедте жолығамыз енді. Ал так достар, мінекей біз қазір обедке бір летникке отырайын деп шештік. Достар, таза ауада желінген тамақ енді андай күшті қорытылып, әдем кетеді да. Сол себепті енді летниктің атмосферасы бөлек. Болды, шақыр айтсаң. Онлайн меню екен, мына жерде менюлерде пиццалардың отделін қарап отырмыз. Бір необычныйын алайық та, лахмаджон деген қалай? Қандай бір ауылда пияздандар сияқты, короче. Көрейік, бір лахмаджон. Сосын достар, мына жақта пицца сияқты, бірақ лодочка күйінде болатын мынандай түрлері бар. Алдыңғы жол естеріңізде ме? Чинаны жақсы көретін бар еді, көрші. Алған же, мен жеген же. Сондай алайын деп отырық. Лодочка грибная ма? Тамырға бір көрсеткеннен болды енді. Чисто соны жейтін болып жүр ғой. Завтракқа әшейін бір пицца жедік. Обедке бір пицца, бір лодочка, короче. Уже 1,5 порция да примерно. Ужинға двойной пицца бола ма? Сен бір пицца, мен бір пицца ойпа. Ай. Осы күтсеңдерші. Лодочка пиццаның түріне жатады. Себебі тура пицца сияқты, бірақ формасы басқа ғой. Нан бетінде сыр, тура пицца ингредиенті ғой. Просто андай да, қайық. формасы қайық болған. Сол үшін лодочка деп айтылады екен. Ал так достар, әнімне дегенше уже тамақта келіп қалыпты. Алмади шайдан құй. Бән. Көтер. Так, бізде мынау лахмаджун, мынау лодочка. Чё там? Екеуі де пицца. Аха. Просто түрлері басқаша. Обедкен достар кішкене бір необычный қылдырып жегіші дедік ше, андай обычный пиццалар емес, домалақ қарасыздаршы. Мынау да необычный, мынау да необычный. Дұрыс па? Бірақ мынау ұнады. Зор, Сен білесің еді не жеу керек деген, ұнады ма? Бұның тестасының жұмсақтығы и сыры бір басқаша ғой көріп. Сыры басқаша. Бірақ маған ше мынау қыз отырған иісі кәдімгідей мұрын жарып барады ше мынаның иісі қарсы. Бұны бүйтеді екенсің по-моему. Мына бүйтіп пияздарын қоясың да, арасына короче мынандай бір шөпті қоясың да, лимонды былай сығасың. Сөйтесің да, ары қарай короче бұны донер сияқты орайсың. И ас болсын дейсің. Пиццаның донер қылып жерді ғой. Донер қатты жақсы көресің ба тамыр? Ема, бұл бекрадный. И мынандай еще бір рет істеп жүресің. Бұл жерде Мадиға ең ұнап жатқан ташкентский шай сияқты. Ал тамыр менше мынандай, анау мынандай шөп шалаң жақсы көрмеймін білесің ғой. Пияз, мияз. Маған өтсе мынау лимон ғана өтеді, бүйтесің. Лимонда фок. Оның ең соңында құяш сағат не ғой досым? Яна пияздарын, помидорларын сасай? Жоқ, қызық емес. Ой. Құр өзі. Ұнамайды маған ондай. Ал жедің ал. Тестасы да сол, короче,
донердің дестасы ғой ошо шаурма бет не лаваш бет Лаваш. На любителя ше. Маған больше ұнамайды негізі. жұмсақ банан ба кәдімгідей қалың сырда қалың ба қараңдаршы мына жанынан қараңдаршы сырдың қалыңдығын қараңдаршы Тестасы қарасаң кішкентай. жұқа Сыры дәу. ал ошым ас болсын бірақ соңғы кездері біз ужинға потолок қоямыз деп обедке завтракқа қойып жүріп жатырық байқамай надан кейін қазір ужиніміз қыс болмай қалмаса болды енді әйтеуір обедтің өзі необычный кетіп жатыр ужинға потолок қою керек қой бүгін қою керек Бүгін по-любому қою керек. иә негізі нан құрамына қарайтын болсақ достар мына еттері кәдімгі фарш та фаршқа донердің лавашын қойған да сөйтіп лахмаджон деп атаған ғой Былай жеген дұрыс сияқты. На пиццаның ішіне саласың. Осылай жеген дұрыс сияқты. досым не қылдың сен мына жердегі сочетание айтсаң дәмдердің араласқандағы ше вай Сен қазір донер істеп жүрдің ғой, получается. иә Помидор қойып ішіне. пиццаны мұрсам донер болып кетіп қайтамыз енді о әдемі кетті мен ойлағанмын қазір екеуің жей алмай қаламыз ба деп қалмай қалды түк қалмады ғой Короче, завтрактағы бір пицца андай средний болып қалды. Енді обедте мынау тура келді ғой. айтпашы просто лахмаджон деген негізі просто жеңіл екен да ішінше тез жеп кете салды енді мынау кішкенесін артынан добивать етті ғой в общем қарын тойды енді ужинға потолок қою керек сағат бізде 1:45 ужинға где-то бір 6-7 тулайға қарын ашып как раз Қараңғы уатсын. потологын қояйық бір 2 пиццалап па бір андай дерзкий қылып ше бір ал так достар короче жақсылап кешкі ас ішетімізге жайғасып болдық сағат бізде неше болды өзі уақыт болып қалды негізі Болып қалды уж қарын ашты. сағат 7 болды как раз ужиннің уақыты екен так Пиццаларды көрейік. таңдай бер пиццалар бас жағында деді шашликтер міне пиццалар Пицца. Өз кәдімгідей пиццаның жеке беті бар екен. бірақ өкінішке орай әрқайсысын фотолар болғанда өліп кететін еді дотодағыдай ма жаңағыдай ше так жалпы қарайық достар маргарита бір необычный қалай ше потолок қоямыз дедік қой иә бір жеп көрмеген ше Мынау ше. қазы дей ма Қазы ең соңғы. қазы пицца дейді прикинь вот необычный вот қазы алайық Тауықпен біреу жейікші, бүгін тауықпен вообще жемедік қой. да Курица. жедік қой жаңа обедте жедік қой лодочка бірақ тауықтан болмады ол кезде гриба давай тауықтан біреу Курица с грибом. қазыдан біреу жете ма екеуі Қазымен қалай болады екен бірақ? көрейік та қызық болып тұр ғой необычный екен Қызық болып тұр ше. пицца семга деген де бар екен ше балықтың етімен ол да негізі необычный бірақ білмеймін балық соңғы кезде что-то организм қабылдамай жүр или жейсің ба сен Қазы пицца деген достар мен бірінші рет естіп тұрмын. Кімдер естіген ондайды вообще бар ма? қазы бургер дегенді көрдік енді шығып жатыр ғой неше түрлі қазы пицца деген бірінші рет давай осыны заказ берейік Короче, как я понял, тестода үстіне бүйтіп қазы тастап қоятын сияқты. жазып тұр ғой қазы сыр болды даже нан жоқ Қумашей. короче көрейік давай ішуге не ішесің Кола ғой сол. да Білесің. литр Литр. болды мен обычный шай ішеміз ғой ішамайтын мен Сен кола обычный емессің, ташкентский. ташкентский чай ішемін да ше осыны заказ берейік Хаятта бұл миш емес ол бұл хайот хайотта хаммасы болушы мүмкін дейді миш емес ол Сон. Мүш дейсің ғой. Тілім келмейді. все заказ берейік так бастапқысында уже шай мен колаларымыз келді родные дейді жақындар жақын құйдым жақын Ортақ, жақын, родной деген жақын деген сөз ба не жақындар деген близкий емес па близкий. вообще мынау кім аударғаннан атаң қой дұрыс аудармапсыңдар мен орысша білмесем де мен білемін мына родные жақындар Бірақ мағынасы келеді ғой, родные деген. әр сөздің тікелей мағынасы болады ғой жақындар это близкий родственники близкий родные деген ол туғандар бауырлар деген сөз түсіндің ба мен білемін ғой да вай тамыр Не дейді? ұйқы ма Нағыз ужин деп, міне потолок ужин осы достар. вай мынандай пиццаны бұл өмірге келмепсің мынандай пиццаны жемепсің короче Наны негізі, мынаны қарасай наны ше негізі ше біреуін жесек тойып қалатын сияқтымыз екеуміз бар ғой. мына Шықасы қазының майы кәдімгі тұр ғой. үші бош давай кәдімгі көрейікші Қазыдан көрейік да. ай достар қазы мен пицца деген бөлек енді Негізі сырын қарасай. рекламадағыдай ма клей сияқты ма созылып барады Негізі осылай болу керек қой. Созылып барады ма? Пиццаларда болмады ондай, өстік Сыры мощный кәдімгі. бүгіндікі пиццадан жалып бардық что-то Нағара қазысың дәмін. именно қазысы бар жерін Міне. істедің ал қалай кетеді екен Кәдімгі қазы ғой. жоқ қазы мен сыр қалай кетеді екен мысалы бұрында ауылда қазы мен нан жей бересің ғой именно сырмен қалай кетеді екен Ыстық әдем кетеді. мощный ғой ема қазы мен дерзкий екен короче достар мынандай пиццаны істеп көріңдер мынау деген потолок ема бөлек бұнау Артынан коламен. артынан шаймен о
Мен шайет жылы екен. Азында шай ішемін деп, аузым күйіп, таңдайым жабысып қалды ғой. Тамыр, короче, мен бүгінгі пиццалардың ішінен ең потолокна қазыға беремін. Мойындадым мен де. Ужин потолок болма. Негізі біз басқа видеоларда всегда ужинға потолок қоямыз деп дастархан гүлдеп жүретінен қой, білесің ба? Просто бұл жол достар жоқ, ысырапта емес. Біз тек қана пицца жегеннен кейін максимум осы да, үшінші пицца алсаң, жемей қалсаң ана байғұс обал да. Просто басқа нәрселерді ала алмаймыз біз. Салат қоса алмаймыз, фри қоса алмаймыз. Тек пицца болады и пицца ғана. Енді суға андай не запрет жоқ қой. Так енді достар, қазыны көрдік, енді пицца курица с грибами де көрейікші. Курица, о. Бұның сыры басқа жеген көрді ме? Бұл тез үзіліп қалған екен. Бұл да сразу екен. Бірақ қараңдар. Кәдімгідей тауықтың еттерін қарсай, кәдімгідей мынау қарсай тауықтың етін. Грибы міне. Еще кажы көктем деген нағыз құзғырық жейтін уақытта. Өткен Чыңмекканың кезі есінде ме? Көрді жолдың бойында сатып тұрғандарда. Апрель, май деген уже байды бітті, майда құзғырықтың уақыты бітті негізі. Сырнады ата о кілеге екен, өзлергенде де созып өзлерген. Бір күн бойы пицца жесең, жалықпайды екенсің негізі. Андай болады ғой. Бір күн бойы өткенде мысалы донер жедік, сәл жаңағыдай жегің келмей қала ма? А пиццада бір жақсысы әртүрлі пицца жейсің да. Мысалы біз соны айтқым келгенде жаңа. Донерде ішінің бәрі бір ғой сол. Иә. Помидор огурцы, ет, жегің келмей қалды уже. Завтракта бір жедім, обедте. Мына жерде әртүрлі ингредиентті бір кезде ет жеп, бір кезде анаусын жеп, короче, в общем. Андай да, короче, басқа тамақ жеп жатқандай болып жатырмын ше, сондай ощущение. Нанмен басқа тамақ жеп жатырсың короче. Иә. Сондай ощущение да? Пицца короче өтіп жатыр маған. Жалықтырмады. Уақытша дерзкі екен. Бүйтіп жейші мен тамыр екен. Екеуін ба? Екі пиццаны жеп, былайнан ше, айнан қарсай. Еще қазысы бар ғой, андай бір мұсақ ше, ет ауызда еритін бар ғой. Короче, достар, сондай қазылар болады ғой, бір жеген кезде еритін ше. Нағыз сондай қаз екен. Маған да қазысы өтті еще. Майда көп емес қарсай, еті бар. И майы андай аз емес. Кейбір қазылардың жартысы май, жартысы ет болады ғой. Мынада основной ет екен, иә? Мына қарсай. Кішігірім донер болды ау дейме? Потолок екенші. Тамыр тірісің ба? Болды, нерде тұрып. Тұр, әрік барып қап кетті ғой екі үштік тұрсайып. Болдым. Тамыр оба болмасында жеп қойықты енді. Тойдың болды. Бағана мақтап атырық қой, пицца бүгін зор кетатыр, андай емес. Екі пицца почти жеп қойдық. Бір пиццаны бір адам жеп қойды. Қазір жүріп сағы шаясақ қорды қойды. Сап аламыз. Бәрін жеп қой деген контент емес қой. Бұл тамыр қарса екі пицца міне біреу бітті ма? Біреу тұр. Біреу тұрғанда шақ штук қалды. Сабақ алып кетейік. Короче, болды. Бүгіндікке тойдық пицца, рахмет. Еще тамыр мен сенен көп жедім, сен біреу жеп атқанда мен екеуден жеп аттым ғой. Қойшы. Аллай болса жейтін нәрсені жедік, қарын тойды. Батты уже достар таңға. Ең қызығы. Көрейік та. Кел досым. Бірінші мен тұрдым, е? Өзің бастадың, қалтада дым жоқ па? Дым жоқ. Досымыз шықты, ал көрейік. Таңертең мен ровно 109 болған. Салмағы достар бізде онда 3. 103. Сонда сен 1 килограмм 300 грамм. 300 грамм қосып тұрсың ғой. Нормально по идее да. Обычно сен 1,5 мың қосып жүретін ғой. Примерно сондай болып тұр енді. Ал енді бізді көрейік. Біз қанша қосыппыз. Бір азандана қол браслетті шешіп қойған едім, қазір тағы болмын ше. Прикинь, мынаның өзі қазір бір 200 грамм ойнап кетсе. Өзі тұрдың ба? Иә. 91. Жоқ, қайттан. Не, нөл тұр, ә? Қайттан шығамыз. И мен 1 килограмм қостым. Мен 1 килограмм 300 грамм. Сонда сенен 300 грамм артық жеп қойғам. Көп жеп. Бәсе жаңа, сен что-то маған тоймай қала бердің де қойды. В общем, құрметті көрермендер, қатты андай вай-бай емес екен, нормально. 1 килограмм. Пицца енді бірақ өтті ғой. Бірақ сенесіздер ма, біз әлі үлкен дәрекке шыққан жоқпыз. Қазір енді ұйықтап алып бір шығатынымыз бар да. Менде жоқ. Қате тастайтын шығармыз, сәл болса. Ал достар, менің видеодегі өз мәресі жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Иә, достар, күні бойы керемет енді. Болды ғой, пицца деген ұнады маған. То есть разнообразие ғой бұл видеода. Салмақты да қосыппыз да, иә? Қосыппыз енді. Нан ғой енді. Бірақ енді андай да, мен бұдан көп қосамыз деп ойлағам ғой. Нормально, иә. Қатты емес, андай ойлағамыз да емес екен. Жалпы не дейміз достар, сіздерге де видео ұнады деген ойдамыз. Ұнаған болса білесіздер, лайктарыңызды айырмай басыңыздар, артына жазыңыздар, комментарийға пікірлеріңізді жаудырсаңыздар. Иә, енші осындай кереметтей көңіл күймен біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.